Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздерге Нұргүл әдеттегідей күшті рецептпен бөлісетін боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Ал бастаймыз. Бізге мен бұл жолы творожный пирог жасағым келді. Шаймен ішсеңіздер өте керемет үйлеседі. Бізге ол үшін қамырымызды дайындап аламыз. Ұнымызды, сары майымызды бөлек ыдысқа жақсылап араластырып біріктіріп алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқамызды қантпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бұл жерде бізде қант еру керек толықтай. Жақсылап ерітіп аласыздар. Одан кейін разрыхлителімізді, кішкене шым-шым тұзымызды салып, бағана дайын болған массамызды ұнымыздың үстіне салып, біркелкі осындай қамыр жасайтын боламыз, қыздар. Енді бізге творог керек болады, яғни сүзбе. Одан кейін жұмыртқамызды, қантымызды, содан кейін қаймақ салып, блендермен немесе жай ғана блинчикпен араластыратын болады ғой, сондаймен араластырып алсаңыздар болады. Үстіне крахмалымызды, кукурузный крахмал қолдандым. Соны салып, жақсылап блендерлеп біркелкі масса болғанша жасайтын боламыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Содан кейін кез келген формаға қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде осындай форманы алдым. Формамыздың үстіне қамырымызды жақсылап салып, жайып, одан кейін массамызды салып шықтық. Қызып тұрған 180 градуста пешке 30 минут пісіретін боламыз. Дәмі енді күшті болып шығады. Міне бізде осындай пирог дайын болды. Үстін өзіңіз кез келген фантазияңызға қалай әдемілей берсеңіздер болады. Мен осындай әдемілік жасап, жақындарыма шаймен ішкенде өте керемет үйлеседі екен. Жақындарыңызға осындай керемет пирогтарды жасап беріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, каналдың өсуіне үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Сіздерге көп-көп рахмет.